Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 81-ші сабақ тиімді есептеу. Яғни өрнекті әріпті теңдік түрінде жазуды тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйренеміз. Бірінші есеп көбейту қасиеттерінің әріптер мен таңбалануына қара және өз мысалдарыңмен түсіндір. Төмендегі әрбір қасиетті дәлелдеу үлгісін пайдалан дейді. Мінекей ең бірінші бізде көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті берілген, А көбейту Б тең Б көбейту А дейді. Яғни көбейгіштердің орны ауысқанымен оның мәні өзгермейді. 4-ке 2-ні көбейтсек те 8, 2-ге 4-ті көбейтсек те 8 болады. Келесі көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Бұл жерде жақшаның ішінде А көбейту Б көбейту С деп тұр, тең А көбейту жақшаның ішінде Б көбейту С деген. 3-ке 2-ні көбейтсек 6, оған 4-ті көбейтсек 24 болады. Енді біз былай алайық. 3 көбейту дейміз, жақшаның ішінде 2 көбейту 4 дейміз. 2-ге 4-ті көбейтеміз 8, 8-ді 3-ке көбейтсек те 24 шығады екен. Келесі көбейтудің терімділік қасиеті. А қосу Б деп тұр жақшаның ішінде, оған көбейтеміз С-ны. Екінші жағында А көбейту С қосу Б көбейту С деп тұр, Яғни оның астындағы мысалдарға қарайық. Жақшаның ішінде 4-ке 2-ні қосамыз 6 болды. Оған 3-ті көбейтсек 18 болады. Келесі жағында 4-ке 3-ті көбейтсек 12, 2-ге 3-ті көбейтсек 6, 12-ге 6-ны қоссақ та 18 шығып тұр. Енді азайту. Жақшаның ішінде 4-тен 2-ні азайтамыз. 2 қалды, оны 3-ке көбейтсек 6 болады. Екінші жағында 4-ке 3-ті көбейтсек 12, 2-ге 3-ті көбейтсек 6, 6-дан 6-ны алсақ 6 қалады екен. Осылай бірнеше тиімді тәсілдер көрсетілген. Екінші есеп досыңмен ойна, әр сандықшадан бір өрнектен алып отыр. Олардың мәнін қос. Алынған өрнектерді жаз, 5 минуттың ішінде кім көп есептеп үлгерді дейді. Міне сандықтың ішіндегі есептерден құрастырып жазамыз, 100 көбейту 3 дейміз, қосу 60 көбейту 70 деп аламыз. Тең 100-ге 3-ті көбейтсек 300, 60-қа 7-ні көбейтсек 420, 300-ге 420-ны қоссақ тең 720 болды. Келесі 14 көбейту 10, қосу 80 көбейту 5 деп аламыз. 14-ке 10-ді көбейтсек 140, 80-ге 5-ті көбейтсек 400 болады. 140-қа 400-ді қоссақ тең 540 болды. Келесі 5 көбейту 40, қосу 5 көбейту 30 деп аламыз. 5-ке 40-ды көбейтсек 200, 5-ке 30-ды көбейтсек 150. Енді осы 200-ге 150-ді қосамыз, тең бізде 350 болды. Келесі үшінші есеп өрнектердің мәнін тап, олардың барлығын әр түрлі тәсілмен шығаруға бола. Мінекей жақшаның ішінде 15 қосу 21 бөлу 6 деп тұр. 15-ке 21-ді қоссақ 36, 16-ға бөлсек тең 6 болады. Бұл тек бір-ақ тәсілмен шығарылады, Келесі жақшаның ішінде 120 қосу 20. Оны бөлеміз 10-ға деп тұр. 120-ға 20-ны қоссақ 140, оны 10-ға бөлсек тең 14. Енді екінші тәсіл. 120-ны 10-ға бөлеміз және 20-ны 10-ға бөлеміз. 120-ны 10-ға бөлсек 12, 20-ны 10-ға бөлсек 2 болады. 12-ге 2-ні қоссақ тең 14 шықты. Мәндері бірдей болды, Келесі 14 қосу 21 бөлу 7 деп тұр. 14-ке 21-ді қоссақ 35, оны 7-ге бөлсек 5. Енді екінші тәсіл. 14-ті 7-ге бөліп аламыз және 21-ді де 7-ге бөлеміз. 14-ті 7-ге бөлсек 2, 21-ді 7-ге бөлсек 3, 2-ге 3-ті қоссақ 5 болды, Келесі жақшаның ішінде 300 қосу 60, жақша жабылған бөлу 9. 300-ге 60-ті қоссақ 360, оны 9-ға бөлсек тең 40. Бұл бір ғана тәсілмен шығарылады екен. Одан кейін жақшаның іші 10 қосу 22 бөлу 4 дейді. 32-ні 4-ке бөлеміз тең 8 болды. Келесі 100 қосу 200 бөлу 3 деген есеп берілген. 100-ге 200-ді қоссақ 300, 300-ді 3-ке бөлсек тең 100 болады. Келесі төртінші есеп әрбір өрнекті есептеудің тиімді тәсілін тап дейді. Мінекей жақшаның ішінде 8 қосу 2 көбейтеміз 50-ге. 8-ге 2-ні қоссақ 10, оны 50-ге көбейтсек тең 500 болды. Келесі 4 көбейту, жақшаның ішінде 30, азайту 20 дейміз. Яғни 4-ті 10-ға көбейтеміз, 30-дан 20-ны алсақ 10 қалады ғой, тең 40 болды. Келесі 8 көбейту 2 дейміз, жақшаның ішінде
Одан кейін көбейтеміз 5-ке. Енді бұл жерде тиімді тәсілді былай шығарамыз. 8 көбейту дейміз, жақшаның ішінде 2 көбейту 5 дейміз. 2-ге 5-ті көбейтсек 10, 10-ды 8-ге көбейтсек тең 8 болады. Келесі, жақшаның ішінде 2 көбейту 5 көбейту 7. 10 болады, 10-ды 7-ге көбейтсек тең 7 шықты. Келесі есеп, жақшаның ішінде 600 қосу 300, оны бөлеміз 3-ке. 900 шықты, 900-ді 3-ке бөлсек тең 300 болады. Келесі, жақшаның ішінде 2 көбейту 32, оған көбейтеміз 5-ті. Бұл жерде тиімді тәсіл ең алдымен жақшаның ішінде 2-ге 5-ті көбейтіп аламыз, 10 болады, оған 32-ні көбейтеміз. Тең 320 болды. Келесі, жақшаның ішінде 40 азайту 30, оған көбейтеміз 5-ті. 10 қалады, 10-ға 5-ті көбейтсек тең 50 болады. Одан кейін 20 көбейту, жақшаның ішінде 10 қосу 40. 20-ға 50-ді көбейтеміз, тең 1000 болды. Жақшаның ішінде 50 қосу 6 бөлу 8 тең 56 бөлу 8 тең 7 болады. Келесі 5-ші есеп А нұсқасы. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар дейді. Шебер 8 дулыға және 12 қамшы жасады. Олардың барлығын 2 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта қанша бұйым бар? Берілген шебер 8 дулыға 12 қамшы дейміз, бөлді 2 қорапқа дейміз. Әр қорапта неше бұйым, соны табуымыз керек. Оны табу үшін бірінші тәсілде былай есептейміз. 8-ге 12-ні қосып аламыз жақшаның ішінде, оны 2-ге бөлеміз, 8-ге 12-ні қоссақ 20, 20-ны 2-ге бөлсек тең 10 болады екен. Екінші тәсіл бойынша 8-ді 2-ге бөлеміз, қосу 12-ні де 2-ге бөліп аламыз. 8-ді 2-ге бөлсек 4, 12-ні 2-ге бөлсек 6, 4-ге 6-ны қоссақ 10 болады. Сонда жауабы 10 бұйым екен әр қорапта. Ә нұсқасы өзің осыған ұқсас есеп құрастыр дейді. Шебер 6 дулыға 12 қамшы жасады дейік. Оны бөлді 2 қорап емес, енді 3 қорап деп алайық. Әр қорапта неше бұйым, соны табуымыз керек. Бұны да 2 тәсілмен есептейміз. 6 қосу 12 дейміз, жақшаның ішінде бөлу 3 дейміз. 6-ға 12-ні қоссақ 18, 18-ді 3-ке бөлсек тең 6 болды. Екінші тәсіл 6-ны 3-ке бөлеміз және 12-ні де 3-ке бөліп, екеуінен шыққан санды қосамыз. 6-ны 3-ке бөлсек 2, 12-ні 3-ке бөлсек 4. 2-ге 4-ті қоссақ тең 6 болады екен. Сонда жауабы әр қорапта 6 бұйымнан, 6-ны 3-ке көбейтсек 18 болып шықты. Келесі 6-шы есеп көбейтудің қалай орындалғанын қарастыр. Үлгі бойынша есепте дейді. Міне ең алдымен мына бағыт бойынша 46-ны 9-ға көбейтеміз. 414 болды. Енді 46-ны 10-ға көбейтеміз. 460 шықты. Енді осы 460-тан 46-ны азайтамыз. 414 шығады. 46-ны 10-ға көбейтсек тең 46-ны 10-ға көбейтеміз және одан 46-ны азайтамыз. 460, 460-тан 46-ны азайтсақ 414 шығады екен. Екінші қатарындағы 20-ны 19-ға көбейтеміз 380, 20-ны 20-ға көбейтсек 400 болады. Енді 400-ден 380-ді азайтамыз. Тең 20 қалды. Одан кейін 20 көбейту 20 дейміз, 400 болды, 400-ден 20-ны азайтсақ тең 380 шығады екен. Осылай көбейтудің қалай орындалғанын қарастырып, үлгі бойынша есептеп шығарып алады екенбіз. Бірнеше есептерді құрастырып, осы амалдармен шығарып есептеп шықтық. Мінеке озат оқушым, біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау бола ғой.